Қайырлы күн. Бүгін пунчоза салатын жасаймыз. Сол үшін подписаться етіп, келесіде қандай салат қалайсыздар, лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға сәттілік, күн жақсылығымен болсын, әр күніміз. Бізге сәт пунчоза жасайық деп шештім. Мынау су, қайнаған су, сразу плиткадан алып келдім. Ыстық суға мынаны қазір саламыз. Бүгінгі салатқа қосатын овощарымыз кинза, міне жаңа морковымызды теркадан өткізіп, чеснок, міне паприка салып жатыр, міне паприкамен дәмдірек болады. Соль, өздеріңізге қалайсыздар, қанша көлемде соль и черный перец. Қатты көп салмаңыздар, қарайып кетеді да. Міне менде ыстық май, только что пештен алып, күйдіреміз чеснокты. Осының дәмі сізге керек. Чеснокты 5 минут тұрады осылай. Потом чеснокты мен алып тастаймын. Бізге только дәмі жетеді сол. Кішкене уксус, перец кетті, чеснок, морковь и растительное масло. Как марқапша салат, да? Соны кішкене не қылған. И осыған менен острый перецмен турап дайындап қойдым. Соны саламыз. Мен овощлардың бәрін дайындап қойдым. Красный лук, огурцы, осылай соломка қылып тураймыз. Осындай болгарский перец. Мынаны міне. Шамалы бір сағаттай сода әдейім дәм береді. Прямо маринуется. Помидор. Подписаться етіп кетсеңіздер, көрермендер, келесіде қандай салат көргілеріңіз келеді, сол комментарийға жазсаңыздар. Жасауға тырысамын. Осыған міне жаңағы марқапчаны да қосамыз. Чили араласқан. Соль, перец, морковьтан мощно салдым, да? Оған только енді соя құямыз. Сонымен ашықсы бәрі келеді. Соя жоқ, соя көпкен. Кинзасын. Мен уже қазір берейін деп жатыр бұл салатты. Жұмыста. Сондықтан бірден араластырамын да бере қоямын.